Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Мен бүгін сіздерге осындай әдемі түймедақ гүлін құрап көрсетпекшімін. Өткен жолы шытыра гүл құрағын құрап көрсеткенмін. Енді соның жалғасы ретінде осындай түймедақ гүлін құрап көрсетейін деп отырмын. Ол үшін бізге міне ақ атласты алдым. Мен енді осының шет-шетін айландырып, таймайтын қылып айландырып шет-шетін тігіп аламыз. Осы ақ атластың үстіне осымен сары менен мынау түймедақ гүліне сәйкестіріп, осы сары матаны таңдап бетіне қойып отырмын. Осының айналасын шетін жылжымайтын қылып тігіп аламыз ал дегенде. Міне мен жаңегі матаның шет-шеттерін осылай төрт-бұрыштап барлығын тігіп алдым. Енді менің осы мынаны қайтадан қазір сызамыз. Соны анықтап қарап алыңыздар. Міне ортасын тауып аламыз. Осылай. Осылай тең ортасынан келтіріп сызып аламыз. Тең орталарын тауып осылай сызып шығамыз. Сосын мына бұрыштарын бір-біріне қарай былай сызамыз. Міне бұрыштарын осылай бір-біріне қосып сызамыз. Бұл тең қабырғаларының бәрі тең квадрат. Сондықтан біз мынаны былай қарай барлығын осылай бір-біріне қосып сызып шығамыз. Біз енді осы сызықтарды бір-біріне қосып тағы да тігеміз. Міне мен осыны тең 8 бөлікке бөліп осылай сызып тігіп шықтым. Енді осы сызып тігіп шыққан жерлеріміздің ортасын тура тең-тең осылай орталарынан қайтадан сызып, соны қиып шығамыз. Міне былай қарай. Мына сызық пен мына сызық екеуінің тең орталарын көздеріңізбен мөлшерлеп отырсаңыздар да болады. Міне осылай мөлшерлеп сызып, осыны қазір қиямыз. Міне тең осылай қарай міне бір-біріне сәйкес. Міне осылай барлығымен сызып шықтым. Енді осыны қайшының көмегімен былай қиып шығамыз. Кесіп. Біз міне осының бетіндегі мына сары материалды ғана қиып шығамыз. Мына қазір былай қайырып тігеміз ғой. Сол кезде міне біз астындағы ағына тиіспеуіміз керек. Осылай бетіндегісін ғана осылай қиып шығамыз барлығын. Біз міне жаңегі мына қиған қиықтарымыздың міне бос ортасына мынандай жерлеріне осыған тарылтып қиыққа сәл жеткізбей осылай мынау ашық жерлерін осылай мынандай менен бүйтіп. Мынаған қазір мынаулар бері қарай қайырылып тіккен кезде мына материалымыздың бүйтіп көрініп тұрады. Былай қарай осының мынандай жерлеріне бір 5 миллиметрдей жеткізбей осылай мынаны салып аламыз да. Енді қазір мен тігіп бастаймын. Міне осылай матаның шетін осылай қарай қайырып тігіп шығамыз. Тура шет-шетіне дейінгі аралықта олай тігіп шығамыз. Біз енді мына бер жағына екінші жаңа қиып алған екінші матамызды саламыз. Мына үш бұрышты міне. Міне мен осының барлығын жаңағы гүлдеріміздің шет-шеттерін қайырып тігіп шықтым.
міне осылай болып шығады. Мынаны енді осыдан былай 4-еуі бір жастықтың беті болады. Осылай жалғап 4 осындай ромашка гүлді құрасаңыздар 4-еуі бір жастықтың беті болып шығады. Міне мен барлығын тігіп шықтым. Мынаны да осылай бастырып тігеміз. Осыдан 4-тен тігіңіз. Сосын бір ескертуде кететін жағдай, мына шетін қайырып тігетін мата сетілмейтін бұл болу керек. Сетінемейтін тоқыма матадан тігіңіздер. Сетінеп кететін болса кішкене жайсыздау болады. Міне менің бүгінгі сіздерге берген сабағым осымен аяқталды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазып отырыңыздар.